Ассалаумағалейкум баршаңызға, бұл Миконти Official YouTube арнасы. Бүгінгі арнамызда Дики Данияр Дарабоз бен Алпамыс қашан бойға шығады, және де мен бойға қалай шықтым, және де сіз бойға қалай шыға аласыз, ол жерде төбелесе аласыз ба, сол туралы әңгіме айтатын боламыз. Ендеше видеоны өткізбей соңына дейін көріңіз, бәлкім сіз де сол жерде төбелесіп қаларсыз. Ендеше кеттік. Құрметті достар, біріншіден мен ол жерге қалай шықтым, және де қалай бой болды, соның бәрін толық кішігірім айтып өтейін. Мен бірінші бойға шыққым келген тұғын, сондықтан олардың адамдарына, матчмейкерлеріне заявка тастадым. Сол матчмейкерлер маған жаңағы Артем деген соперник тауып берді. Мен бірінші бойды солай бастап шығып кеттім. Екіншіден, сіздер қалай бойға шыға аласыздар? Жақсылап тыңдап алыңыздар, бұл сіздерге маңызды, осы жерде өте маңызды жер осы. Бойға қалай шығасыз? Кез келген организацияның Instagram, әлеуметтік желіде Instagram парақшасы болады. Дәл сол Instagram парақшасында матчмейкер болады. Матчмейкер кез бір жігіт болады, матчмейкер. Сол матчмейкерге сіз өзіңіз туралы ақпаратты жібересіз. Жасыңыз, бойыңыз, салмағыңыз, спортпен айналысқан түріңіз, әлеуметтік желіде қандай қабілеттеріңіз бар, бірдеңе түсіресіз ба, түсірмейсіз ба, соны жазып жібересіз. Екіншіден, соперник сізге қалай тауып береді? Дәл сіз секілді ол адамға жаңағыдай заявка тастайтын адамдар қырғын, соның ішінен сізге тауып береді, бір апта бұрын немесе 2 апта бұрын сізге жаңағы адамды жібереді. Осындай жігітпен шығасың ба, осындай күні дейді. Және де гонорар қанша төлейді. Гонорарды сіздер өздеріңіз ортақ келісесіздер. Мен өзім гонорарым онша өйтіп, анау айтарлықтай алған жоқпын. Сіздер де солай шыға аласыздар. Болды, бұл тақырып жабайық, қалай шығуға болады, қалай төбелесуге болады, бұл тақырып жабайық. Мапох пен Данияр Дарабоздың төбелескен білесіздер. Ол бойда Дики Данияр Дарабоз ұпай санымен Мапохты жеңіп кетті. Сол бойда Мапох Мапох Дарабозға реванш тастаған болатын, және де реванш жасап берді деді. Ал кезегінде қазір Алпамыс пен Дики Данияр Дарабоз төбелеске шығайын деп жатыр. Қашан деп ойласаңыздар, осы айдың аяғында немесе декабрь айының басында. Сіздердің ойларыңызша, сіздер Алпамыс пен Дарабоздың шыққанын қалайсыздар ма? Әлде көбінесе Мапох пен Дарабоздың реваншын күтесіздер ме? Ойларыңызды комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Және де ойларыңызда жүрген тағы да қандай сұрақтар бар, сол сұрақтардың бәрін осы комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. Сіздерге міндетті түрде жауап береміз. Баршаңызға рахмет, қолдап тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Баршаңызды жақсы көремін, рахмет. Көз мұң жағын қолыңдағы үмітімдей үзіліпті, мені